Мен енді өзімнің еңбек жолыма келсем, 11 класты бітіргеннен кейін алдымызда қай оқуға барам деген мақсат тұрды. Сол кезде менің әкемнің үлкен ағасы Құрманбек Әзімбек соғысы 43 жылдан 46 жылға шейін сол соғыста батальонда фельдшер болып істеген, қызмет атқарған. Ол кісінің үлкен баласы менің ағам болады, армия. Сол кезде мединститутта студент болады. Сол кісілердің соңынан еріп медициналық дәрігерлік қызметті жалғастырмақшы болып, Қарағандының медициналық институтына түсіп, оны 1977 жылы аяқтап шықтық. Ол кезде институттың алты курсын бітіргеннен кейін 7-ші курста интернатура өтетіміз. Сол интернатурада жүргенде мына жеңгеңмен таныстық, және екеуміз де Ақтоғай ауданының тумасымыз. Сол кезде институттың жолдамасы бойынша екеуміз де Ақтоғай ауданының орталық больницасына жолдама алдық. Бұл кісі педиатр болып келді, балалар дәрігері. Мен терапевт болып 44 жыл сол Ақтоғай ауданында дәрігерлік қызметімізді атқардық. Енді біз зейнеткерлікке шыққаннан кейін бала шағаның барлығы осы Қарағандыда жұмыста қалды. 98-2000 жылдары ауылдан жұмыс табу қиын болатұғын. Әсіресе жоғарғы оқу бітірген балаларға. Менің үлкен ұлым 60. Ол да біздің жолымызбен дәрігерлікті таңдады. Қазіргі таңда мына Шет ауданында аудандық больницасының бас дәрігері болып істейді. Одан кейінгі қызымыз Гүлнар Қарағанды университетін бітіріп, физиология кафедрасында жұмыс істейді. Оның да ғылыми еңбегі медицинаға байланысты, сонымен кандидаттық диссертациясын қорғаған. Енді Гүлнардан кіші Анар деген баламыз. Ол бала ағылшын тілінің маманы, Қарағандының медколледжінде ағылшын тілінен сабақ береді. Бәрі айналып келіп медицинаға. Иә, бәріміз медицинаға келіп тоғысады. Кіші ұлымыз Сұңғат Көкшетаудың политехникалық институтын бітіргеннен кейін осы Қарағанда төтенше жағдайлар басқармасында қызмет атқарды. Қазір майор шенімен сол қызметін жалғастыруда. Енді 60-тың жолдасы Света, бұл балада сол Ақтоғай ауданының тумасы. Қазір политехникалық институттың докторантурасында оқиды. Кіші келінім Толқын, мектеп мұғалімі. Қазір сол кішкентай немерелердің күтуінде декретте отыр. Гүлнар баламның жолдасы Әбіл автопаркте автобус шофері болып істейді. Мен өскенде IT медицина саласында жұмыс істегім келеді. Себебі дәрігерлер отбасына болғандықтан, және де мен компьютерлермен айналысқанда жақсы көргендіктен, осы екі мамандықта айқастырып, осы IT медицина саласында жұмыс істегім келеді. Жалпы IT медицина ол дәрігерлердің жұмысын оңайлату үшін, мысалға диагностиканы оңай жасату үшін қолданылады. Сөйтіп елімізге қызмет жасап, оларға көмектескім келеді. Мен өскенде атам, әжем және Алпыс Ағатай сияқты дәрігер болғым келеді. Мен сол Ақтоғайдың тумасымын. Әкем ұзақ жылдар үлкен қызметте істеген Аюп Балтабай деген кісі. Ақтоғайдың басында 8-ші класты бітіргеннен кейін Қарағандының нөмір 2-ші мектеп интернатының мектепте оқыдым. Бірақ интернатта жатқам жоқ, үйде жаттым үлкен апайымның қолында. Енді апайым өзі сол мединститутта библиотеканы басқарды. Ол кісі сол осы жердің пединститутын бітірген, жолдасы мединститутты бітіріп ғалым болды. Сол доцент, профессор болды. Содан енді 2-ші мектепте оқып жүрген кезімде мен қазақ тілі маманында жақсы болдым. Шығарманы жақсы жаздым. Әрбір сабақты өткен сайын Ләззат өзімнің ән айтатын өнерім бар. Сол кісі маған әрбір
жазушыларды, ақындарды өткенде сол кісілердің шығармашылығынан ән айтқызатын. Ол кезде телевизорда прямая трансляция, мынандай қылып жазып алмайды ол уақытта. Содан қолма-қол түсіріп алып беріп отыратын. Ол кісі сол менің қазақ тілі маманы болғанымды қалады. Бірақ та мен өзім бала кезімнен үйіміздің ішінің бәрі сол медицинаға жақын болғаннан кейін сол балалар дәрігері болуды аңсадым. Өйткені биттей балаларды жақсы көрдім. Балалар биттей жарақат алса, бірдеме ауырып қалса, өзімше көмек көрсетіп жүрдім. Одан кейін 10 класс бітіргеннен кейін біздің мектепте үйде жататындарды 41 мектепке жіберді. Жаңадан ашылды ғой, аралас мектеп болды. Ал интернатта жататындар сол 2 мектепте қалып қойды. Сон 41 мектепте ақырғы 11 класс сол жерден бітірдік. Сон жаңа Ләззат Бәйіш қызы ол кісі біздің класс жетекшіміз болды. Сөйтіп 11 классты бітірдік. 11 класс оқып жүрген кезде, 64 жылы 10 классты оқып жүрген кезде Сәкен Сейфуллиннің 70 жылдығы болды ғой. Сонда Сәбит Мұқанов, Мариям жолдасы мен Гүлбахрам шешеміз, Сәкен Сейфуллиннің жолдасы. Әділә Тәжібаев басқарған көптеген ақын жазушылар келіп 70 жылдығын өткізді. Сонда бірінші Кеншілер сарайында сол мен Сәкеннің әндерінен Көкшетау әні мен Әупілдек әнін айттым. Сол кезде маған Сәкен Сейфуллин туралы шығармашылық кеш болды. Мәпіш Шәріп қызы жақсылап баяндама жасады. Алана ән орындағаннан кейін Сәбит Мұқанов маған келіп, батасын беріп, маңдайымнан иіскеді. Ал Гүлбахрам шешеміз сахнаға шығып, көз жасын көлгіп жылап, маған айтты: сен Алматыға кел, менің қызым боласың, Сәкеннің әндерін дәріптейсің, мен сені консерваторияға оқытам деп. Оған біздің әке-шешеміз көне ме, ойбай әртіс деген дұрыс халық емес. Әртіс болмайсың, не мұғалім бол, не дәрігер бол, қалағым. Қарағым, қайсын қалайсың, соған бар деп. Содан дәрігер болып кеттім. Содан, дәрігер болып, жаңа ағаң айтқанда интернат бұрада жүріп, бірге жүріп, Ақтоғайда дәрігер болдық. 40 жылдан астам, 44 жыл сол Ақтоғайда балалар дәрігері болдым. Сан жүздеген балалардың өмірін арашашы болдым. Ағаң терапевт дәрігер болды, сол дәрігер бола жүре қоғамдық жұмысқа белсене араластым. Сонда Ақтоғайда әйелдер кеңесінің төрайымы болдым. Одан гендерлік саясат жөніндегі әйелдер кеңесінің мүшесі болдым. Мұсылман әйелдер қоғамы деген ашылған 95 жылдары. Иә. Республикада Әмина апамыз болды. Сол кісімен басқаруымен сол мұсылман әйелдер қоғамының төрайымы болдым. Одан кейін сол Руханият партиясы, әртүрлі партиялар болды ғой. Нұр Отан партиясы, Руханият партиясы, ауыл партиясы, бірнеше партиялар. Сол аудандағы Руханият партиясының төрайымы болдым. Одан кейін аудандық мәслихаттың депутаты болдым. Сөйтіп, сол қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүргенде, өзім сол әнімді доғарғамын жоқ. Тоқырауын толқыны ансамблінің белді мүшесі болдым. Сонымен бірнеше республикалық байқауда, облыстық байқауда лауреат атағын алдым. Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойында өткен фестивальда бірінші орын алып лауреат атағын алдым. Сөйтіп жүріп сол дәрігерлік жұмысымды қоса атқардым. Қазір ойлап отырсақ, өміріміздің барлық жақсы, жастық шағымыз, бүкіл әл қуатымыз, күшімізді сол ауылымыздың экономикасы менен халқын емдеуге, мәдениетін көтеруге жұмсаған екенбіз. Екеміз ойлаймыз, сол жаңа әйелдер қоғамында жүргенде қаншама адамдарға ақыл кеңес бердім. Бірнеше отбасылары айырылысып, біздерге сол өтініш жазып, жағдайлары жаман болған жағдай болды ғой нарық заманында. Сол кезде ақыл кеңесімен бірнеше отбасыларын қостым. Айырылуына мүмкіндік бермей. Қазір сол ата-аналар, сол әйелдер келетті айтады: Алтын Балтабайына сіздің еңбегіңіз, сіздің айтқан ақылыңыз бізге күш қуат берді. Егер сол уақытта бір нарықтың кесірінен олай-бұлай
айырылысып кетсек қазір қандай өкініші кетпейтін еді. Міне қазір немере сүйіп отырмыз, балалы шағалы отырмыз, сіздің алдыңызда басымызды иеміз, сіздерге көп рахмет деп маған алғысын білдіреді. Оған енді өзім сол жаңа ем деген нашар болып келіп өлім аузында қалған балаларымды көргенде, жаңағындай әйелдердің алғысын көрген, естігенде өзім бір марқайып өмірде бос өткізбеген екем, халқыма еңбегім сіңген екен деп ойлаймын. Әкей мен шешей, Мұқашев Аманжол. Әкем ол кісі 39 жылдан 46 жылға шейін алдында міндетті әскери борышын өтеуге барып, содан соғыс басталған, Фин соғысына және Ұлы Отан соғысына бастан аяғына шейін қатысқан кісі, соғыстан кейін бір жылдан кейін елге оралады. Жанат екеуміз үйленгеннен кейін Жанаттың әкесі мен шешесі болды. Әкесі ұзақ жылдар үлкен қызметті істеген, мектепте мұғалім болған, партия қызметтерін істеген, анасы сол басында бастапқыда мұғалім болып, кейіннен сол колхоздың әртүрлі жұмысын жасаған, тылы уақытында белбардан су кешіп, сол тылы уақытында еңбек еткен. Сыртта әкеміз соғысқа кеткенде, әкеміз сол 39 жылдан бастап 46 жылға дейін соғыстың бел ортасында болған. Сол енді сол кісілер қартайғанда өзіміз күттік, алақанымызға салып. Әкеміз 20 жыл тұрды, әкеміз бен шешеміз 20-30 жыл тұрды. Әкеміз 80 жасқа келіп қайтыс болды да, шешеміз 87 жасында қайтыс болды. Сол кісілер өлгенше керемет батасын беріп кетті. Маңдайымнан сипап, маған берген, отбасымызға берген сен Құдайдың берекесісің, осы үйдің шаңырақтың берекесісің деп анамыз сол кетер кезде көп батасын беріп кетті. Содан өзімізше ойлаймыз, бақытты өмір сүріп келе жатырмыз деп, бір-бірімізге деген сыйластығымыз, құрметіміз екеуміздің. Осы балаларға тәлім тәрбие үлгі. Мына кейіннен соңымызда келе жатқан екі келінімде осы біздің тәрбиемізді алып, біздің бет алысымызбен келе жатыр. Қыздарым болса да, қыздарымыз, келіндеріміз бір-бірімен тату тәтті. Құдайға мыңда бір тәуба деймін. Қазір енді немерелер өсіріп келе жатырмыз. 7-8 немереміз бар, Құдайға тәуба. Енді ойлаймыз, әр қарай Құдай денсаулық берсе, солардың қызығын көріп өмір сүрсек деп ойлаймыз. Танаудан танау. Барлық отбасыларда ол үлкендердің отбасы болсын, жастардың отбасы болсын, ең бастысы сол отбасында сыйластық жүрсе, бір-біріне деген құрмет жүрсе. Жаңа ағаң айтқандай бірінші сыйластық керек, татулық керек, бір-біріне деген құрмет керек. Ерлі-зайыптының одан кейін балаларға деген махаббаты, балаларды сыйлау деген сөз. Біздің міндетіміз бірінші отағасының қас-қабағына қарап, отағасын сыйлау керек. Балаларға да үйрететініміз бірінші әкелеріңді сыйлаңдар, шешелерің, аналарыңды сыйлаңдар. Жан-жақтан үлкен кісі келе жатса құрметпен амандасып өтіңдер, жол беріңдер, орын беріңдер. Қолдарыңдан келген жақсылықты үлкен кіші демей, бәріне жақсылық жасаңдар деп үйретеміз. Бірлік болған жерде тірлік бар. Алла сол бала шағаның ортасында сендердің тек қана қызық қуаныштарыңды көруге бізге нәсіп етсін. Аллаху акбар. Натуральный сок дегендей болды. Натуральный сок дегендей.